Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен дәл осындай сочный болып шығатын макаронның жасалу жолымен бөлісетін боламыз. Макаронның барлық түрі бірдей болғанмен, біздің үйдегілер дәл осындай макаронды ұнатып, сүйсініп жейді. Бірінші етімізді аламыз, және де дәл осындай видеодағыдай сілкіп жеріп турап аламыз. Картоп, пияз, сәбізімізді алып, қабығын аршып, оны да дәл осылай жолмен қалаған формаңызда турап алсаңыз болады. Майымызды қыздырып, етімізді салып қуырып бастаймыз. Қазанымыздың шеті жиегі қызарған кезде дәл осылай араластырып жібереміз. Етіміз кішкене қызарғанша қуырамыз, және де содан кейін пиязды салатын боламыз. Біздің етіміздің қызылы пиязымызды да сарғайтуы қажет. Байқасаңыздар, видеода уже пиязымыз жаймен сарғайып келе жатыр. Сосын сәбізімізді саламыз. Оны да шамамен 1 минуттай қуырып аламыз. Картопымызды салып, барлығын араластыратын боламыз. Шамамен 2-3 минуттай орташа отта қуырамыз. Қаласаңыздар, томат салуға болады. Мен бұл жерде помидор, яғни қызанақ салдым. Кішірек қызанақ салдым. Бұны да бір жарты минут қуырғаннан кейін 600 мл-дей су құямыз. Менде су қайнамаған, салқын су. Қайнағанын күтеміз, және де баяу отта 10 минуттай қайнатамыз. Үстіне қалаған ас көктеріңізді сепсеңіздер болады. Менде бұл жерде қазір жасыл көк пияз септім. Татымына қарай тұз қосасыздар. Бұрыш қоссаңыз болады, паприка қоссаңыз болады. Екінші укропты пайдаландым. Баяу отта 5-10 минут қайнатып аламыз. Ішіндегі картошкаларымыз кішкене жартылай пісуі қажет. Бес 10 минуттан кейін біздің макарондарымызды саламыз. Және де сіздер қайнаған су құйсаңыздар болады. Мен бұл жерде қайнамаған салқын су қолдандым. 100 мл-дей тағы да үстіне қосып жібереміз. Біздің макарондарымызды кішкене көміп тұру керек. Сонда бізде макарон піскен кезде суы тартылып, макаронымыз да піседі, және де макаронымыз біздің сочный болып шығады. Дәл осылай астын үстіне қарап бір араластырып аламыз дағыны, бетін қайтадан жауып, тағы да 10 минут пісіреміз. Мінекей, біздің макаронымыз уже жалпы дайын болды. Енді асымызды ұсынсақ болады. Егер біздің рецепт ұнаған болса, каналымызға лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Біздің каналда әлі де сіздермен бөлісетін жақсы жаңалықтарымыз көп болады.